Егеменді Қазақстан мемлекетінің азаматтары Қыстақов Данабек Нариманұлы мен Мәдеш Әсем Төрегенді қызының үйлену тойына арналған салтанатты жариялаймыз. Қошеметпен екі жасты қарсы алайық. Рахмет, отырыңыздар. Армысыздар, ағайын. Махаббат бағына қош келдіңіздер. Құрметті Данабек Әсем, бүгін сіздердің өмірлеріңіздегі ең қуанышты да бақытты күндеріңіз. Өйткені бүгін сіздер үлкен өмір жолына жолдама салтанатты түрде некелеріңіз қиылып, ерлі зайыпты боласыздар. Осы қуанышты күндеріңізбен сіздерді шын жүректен құттықтай отырып, сіздердің болашақ өмірлеріңізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, мол бақыт және де мөлдір махаббат тілейміз. Қадірменді ағайын, енді екі жастың бір-біріне беретін махаббат сертінің куәсі болыңыздар. Көздеріңізге тік қараңыздар. Бүкіл әлем алдында, аспан мен жер altında, ата-аналарыңыздың, тума туысқандарыңыздың, жура жолдастарыңыздың және де достарыңыздың алдында болашақ өмірде кездескен қиындықтарды бірге көтеріп, қуаныштарды бірге бөлісіп, араларыңыздағы ақ махаббаттарыңызды ешқашанда жоғалтпай, мәңгілік сақтаймыз деп бір-бірлеріңізге уәде бересіздер ме? Сіз күйеу жігіт Данабек, сіз қалыңды Әсем. Махаббаттарыңыз мәңгілік болсын. Енді үстелге жақын келіп, махаббат сертіне өз қолдарыңызды қоюларыңызды сұраймын. Жұлдызында 2016 жылы Егеменді Қазақстан мемлекетінің азаматтары Қыстақов Данабек пен Мәдеш Әсем жанұя құрды. Осы қуанышты күндеріңізбен сіздерді шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер.
болғаныңыз үшін неке жүзіктеріңізбен алмасып, бір-бірлеріңізді құттықтап қоюларыңызды сұраймын. Неке қиған жүзікті сәндік үшін тақпайды. Неке қиған жүзікті қос жүрек мәңгі сақтайды. Рахмет, отырыңыздар. Біздің қазақ халқында өмір өті сөнбесін деген ұлағатты да қанатты сөз бар. Бүгінгі шаңырақтың иелері Данабек, Әсем. Шаңырақтарыңыздың түтіні әр уақытта да тігінен шықсын. Сіздерді дүниеге келіп, түн ұйқысын төрт бөліп, мәпелеп өсірген ата-аналарыңызға деген сүйіспеншіліктеріңіз осы оттай ыстық болсын. Екеулеріңіздің араларыңыздағы ақ махаббаттарыңыз ешқашанда сөнбей, осы оттай алаулап жана берсін. Құрметті Данабек, Әсем, сіздерге айтатын тағы да бір тілегіміз. Болашақтағы сіздердің тату да тәтті, бақытты өмірлеріңіз ата-аналарыңыз үшін зор денсаулық, ұзақ ғұмыр екенін еш уақытта да естеріңізден шығармаңыздар. Сіздерге берген тәрбиесі үшін, алақандарының, жүректерінің жылулығы үшін, ұйқысыз өткізген түндері үшін ата-аналарыңызға рахмет айтып, бас иіп, сәлем салуларыңызды сұраймын. Қадірменді ата-аналар, болашақ өмірде екі жастың өмір оты еш уақытта да сөнбесін деген ниетпен мына шам шырағы жанған ақ отауды табыстаңыздар. Тамыздың 13-ші жылдызында 2016 жылы егеменді елімізде Стаховтар әулетінде дүниеге келген Данабек пен Әсемнің ақ отауы құтты болсын. Қадірменді ата-аналар, болашақ өмірде екі жастан немере, шөбере сүйіп, тойларыңыз тойға жалғасып, 25 жылдан кейін күміс той, 50 жылдан кейін алтын той, ал 70 жылдан кейін гауһар тойдың куәсі болыңыздар. Құрметті Данабек, Әсем, алдарыңыздан әрдайымда ақ жол шықсын, жанұялы өмірге сәтті сапар. Жұбайлар мен қонақтарды мерекелік кушетке шақырамыз. Құрметті ағайын, орнымыздан тік тұрып, қошеметпен екі жасты шығарып салайық кушетке. Артынан барлығымыз кушетке барып, дәмнен дәм татайық.